Баршаңызға сәлем. Бүгінгі айдарымды да қолөнерге жатқыздым, өйткені шоколадтың сыртын қаптауда өнер деп ойлаймын. Керек заттардың тізімін қалдырдым. 60 өлшемді қағазымызды бір жағынан бастап 1 сантиметрден 20 сантиметрге аралықтан 3-ке бөліп өлшеп аламыз. Оны ручкамен белгілегеннен кейін бір-біріне орап, қырын келтіріп, сол қыры бойынша қайшымен қиып аламыз. Мен өзім жалпы осы шоколадқа тура осы қаптама жасауды бірнеше ай бұрын ғана үйрендім. Өзім негізі тойбастар бомбоньерке жасаумен, қағаз оберткалар жасаумен бірнеше жылдай айналысамын. Және де көрнекіліктер жасап айналысамын. Мінекей осының оңай жолымен, түсінікті тілмен видеода бөліскім келді. Одан кейін әр бөлікті, осындай 3 бөлік шығады. Енді 3 бөлікті әрқайсысын тағы да қайтара бүктеп, әрқайсынан 2 бөліктен 6 бөлік шығаратын боламыз. Яғни бізде 60-60 размерлі қағазымыздан 6 қаптама шығатын болады. Яғни 6 шоколадты орайтын қаптама, осындай қағаз шығатын болады. Енді шоколадты дәл осылай ортаға көзбен өлшеп орналастырып, двусторонний скотчты керекті өлшемде алып, екі жағына жабыстырып, бетіндегі қаптамасын алып тастап, осылай шоколадқа жабыстырамыз. Одан кейінгі жұмыс осындай қырын шығару өте маңызды болып саналады. Дәл видеодағыдай, мына шеткі жағын өзіңіздің шоколадқа қарай бұрып, соған қарай келтіріп, қырымен шығаратын боламыз. Біраз уақыт алады, бірақ кейін 5-6 шоколад жасағаннан кейін қолдарыңыз үйреніп кететін болады. Дәл солайынан жасағаннан кейін мына тура ортасына двусторонний скотчты жабыстыратын боламыз керекті өлшемде. Мен енді көз мөлшермен біліп алғандықтан бірден қиып жабыстыра бердім, ал сіздер скотчты қағазға жабыстырып, одан кейін барып қиып жасауларыңызға болады. Міне осылай жабыстырғаннан кейін сәл өзіңізге қаттырақ тартыңқырап барып жабыстыратын боламыз. Одан кейін келесі кезекте жіпті жабыстыру, мінекей осылайынан тура видеодағыдай жасасаңыздар, бұл енді менің өзімнің тәсілім. Басқаша да тәсілдері болуы мүмкін, бірақ маған осылай өте ыңғайлы және де сенімді, шешіліп, үзіліп қалмайтын болады. Осылай жіпті орағаннан кейін, қаттығып түйгеннен кейін биркамыз бар дайындаған. Осы бирканы дыраколмен тесіп, кескішпен осылай орындатын боламыз және де бидайымызды тақып қоямыз. Достар, алдағы видеолардың бірінде тура осындай обертка жасаудың басқа әдісімен бөлісемін. Ол үшін каналдан алыстамай, арнаға жазылып, достарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар қуанышты боламын. Келесіде кездескенше күн жақсы болсын.